Бізде Құранда «Ла яналухумуллаху бирахматин» немесе тоқтаған кезде «бирахма» деп тоқтаймыз. Егер жалғастыратын болсақ «бирахматинидхулу» «тинидхулу» деген сияқты оқимыз. Осыны, яғни не, біз «бирахма» деп оқыдық, жалғастырсақ «бирахматини» деп оқыдық. Ережесін қазір шама келгенше қысқаша түсіндіріп берейік. Бізде жаңағымыз міне мына сөз «би-рахма». Бізде та мәрбута тұр. Одан кейін бізде мынандай әлиф тұр. Енді біз осы сөзді ашқан кезде оқитын болсақ «би-рахма ты». Енді біз жалғастырып оқытырмыз ғой. Ти. Енді бізде мынау тәнуиніміз бар еді. Сол тәнуинді ашатын болсақ біз қандай еді? Бізде ин еді ғой ол. Яғни ин деген сөз бар да. Одан кейін д. Осы д-ға былай кіріп кетеміз. Енді не үшін мына жерде бирахматин сукун болып тұр? Біз кәсіра берді десек, арабтарда негізі кәсіра оңай харекет. Яғни бір сөзбен екі жерде бір сукун жолығып қалған кезде екеуін жалғау үшін, байланыстыру үшін кәсіра ең оңай харекет болып саналады. Сондықтан олар мына нунға кәсіра береді де д-ға кіргізеді. Бирахматиниді. Яғни мынаны бирахматин, бирахматини, бирахматинидхулу. Немесе бізде мынау фатха түрінде келсе, яғни тәнуинді жамиан аллазина. Ол кіргізіп оққан кезде жамианиллазина. Тоже нунға біз кәсіра берді, лыға кіргізіп кеттік. Жамианиллазина деп. Дамма тәнуин келген кезде роджулун ифтаро, роджулу нифтаро. Қараңыздар, роджулу просто дамманың өзі, одан кейін н ниф деп фыға кіріп кетеді. Роджулу нифтаро, роджулу нифтаро деген сияқты. Бағанағы аят осындай дамма болсын, фатха болсын, кәсіра болсын, тәнуин келген кезде осылай кіргізіп оқып кетесіздер. Пайдалы болсын.